Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен штрудель рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, пальчикті жоғары қарай басып, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Барлық ингредиентті дайындап алдым. Штрудельді мен қойдың қабырғасынан пісірмекпін. Етті турап, майға қуырамыз. Менде ет майлы болғандықтан майды көп қоспадым. Етімізді қызарғанша қуырамыз. Қуырылып жатқан етімізге табиғи дәмдеуіш, сарымсақ, пиязды турап, ұсақтап қосамыз. Бірге қуырамыз. Көрдіңіз ғой, етіміз қызарды. Оған пияз бен сарымсақты қосып, тағы да қызарғанша қуырамыз. Қойдың етінен дайындалған тағамдарға кориандр қосуға кеңес беремін. Өте дәмді болады. Бұны маған үйреткен әкем. Үстіне су құйып, шамамен 30 минут бұқтырамыз. Сәбізді жіңішкелеп тураймыз. Дәл видеодағыдай өте әдемі болып шығады. Оны 30 минут бұқтырылған етімізге қосамыз. Су қосып, араластырып, 1 сағат бұқтырамыз. Ал енді тура бешбармаққа жайғандай нан илейміз. 2 стакан ұнға 1 жұмыртқа, жарты стакан су қосып илеймін. Ұнды дәл осы су құйған стаканмен 2 стакан салған болатынмын. Дәл осы пропорция менде 1 жайма деп есептеймін. Осылай үйреніп алғанмын. Мысалы 2 жайма илеу керек болса, дәл сол стаканмен 4 стакан ұн қосамын, 2 жұмыртқа қосамын. Қамыр ол иін қандырғанды жақсы көреді, сондықтан асықпай илейміз. Иін қандырып, сол кезде оқтаумен илеген уақытта сондай жұмсақ, беті гладкий болады. Нанымызды 20 минут тындырамыз. Тура бешбармақтағыдай жаямыз. Етіміз асықпай, өз бабында сәбізбен бірге пісіп шықты. Дәміне қарай тұз, су қосамыз, араластырамыз және картобымызды турап қосамыз. Сорпаңыздың дәмін қарап жіберіңіз, тұзы жеткілікті ма, суын құйыңыз. Жайманың үстіне май жағамыз. 2 пиязды ұсақтап турап, жарты шай қасықтай қара бұрыш қосамыз. Мұқият араластырып, қамырдың бетіне жайғастырамыз. Дәл видеодағыдай. Арасын бос қылып ораймыз. Орама жасаймыз. Дәл видеодағыдай кесеміз. Картобымыз пісті деген кезде бетіне орналастырамыз. Роза ұқсатып
кішкене су құйып жіберіңіз. Егер суы аз болса, бетін жауып 10 минут пісіреміз бұқтырып. Сол кезде буына пісіп шығады. Штрудельді ортаға салып, блюдцымен ұсынған өте әдемі. Мен картопты қоспамызды астына саламын. Розочкаларды бетіне немесе жан-жағына қойып орналастырсаңыз өте әдемі болады. Сорпасын құйып, әдемілеп ұсыныңыз. Ас болсын. Каналға тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.